Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Bamix YouTube арнасы. Бүгін біз Шымкент қаласындамыз. Қара Шымкент көшедегі шара-бара барыға жетет бізді шеттет, как будто шетелдей. Бірінші тапқан адамға сыйлығымыз бар. Көшедегі шара-бара барыға жетет бізді шеттет, как будто шетелдей. Бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара барыға жетет бізді шеттет, как будто шетелдей. Коттедж ленгірде, шишка блендерде. Видеоны бастамас бұрын менің сіздерге деген кішігірім өтінішім болып тұр. Осы видеоға аямай лайк баса кетейік. Сіздерден 100 лайк болса, маған деген келесі видеоға түсіруге деген үлкен мотивация болатын еді. Ал біз Шымкент қаласына бекер келген жоқпыз. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге және де Шымкент қаласындағы филиалымызды көрсетуге келдік. Міне алдарыңызда X11 және X44 моделі. Бұл мотоциклдердің атын атап, түсін түстемесе де өздеріңіз де білесіздер. Бұларға каждыйына жеке-жеке обзорда түсірілді, тест-драйвда түсірілді, тауға да тасқа да барып айдадық. Бұны көрсету себебіміз Шымкент қаласындағы филиалымызда осындай мотоциклдер бар екенін және де бұдан да бөлек мотоциклдер бар екенін көрсету. Бұл видеоның да түсірілуіне себепкер болған тағы бір жігіт бар. Қанат Ахмет 9080 деген жігіт біздің YouTube арнамыздағы видеомыздың астына комментарий қалдырған екен. Былай деп жазыпты: жігіттер сонымен қайсысы мықты, 300 куб па или 250 куб па, соны салыстырыңдар деп жіберіпті. Осы жігіттің жазған комментарийіне осы видеода жауап бере кетейік. Яғни алдарыңызда тұрған X44 моделі бұл 300 кубты, X11 моделі 250 кубты. Мен енді көп сөз бай 250 кубтан бастайын. Бұл 250 кубты мотор штанговый мотор болып жүреді және балансировочный валымен және бұда суытқышы, ауа суытқышымен болып жүреді. Яғни штанговый мотор бұл тартысы, жаңағы жүрісінің бәрі бөлек болады. Бұл тартысы әрине 300 кубтан қарағанда төмен болады. 250 куб қой бұның кубы. Түсінсің ба? Сен кішкене? Бұл 250 кубты мотор. Қатты салыстыратын нәрселері де жоқ. Мысалға өзіңіз мотоцикл тұтынушысы болсаңыз, өзіңіз сразу байқайсыз. Бұл мен жалпы өрге шыққанда, бұл негізі жалғыз адам тартатын мотоцикл, бірақ екі адамды тартпайды деп айтпаймын. Мысалға мен өзімнің таңдауыма келетін болсам, мен өзім 250 кубты таңдайтын едім. Бұл мен жалғыз өзіңіз тауға қарай және қырға қарай тегіс жолда жүрсеңіз де, ол керемет жүріп береді. Ал егерде жанында досыммен или қызыммен көп жүрем десеңіз, осы 300 кубты таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бұл 300 кубтың күші әрине 250-ден қарағанда көбірек болады. 24 аттың күші бар, ал 250 кубта 21 аттың күші бар. Яғни 300 кубқа жаңа айттым ғой, досыңызбен, қызыңызбен жүретін болсаңыз, онда екі адам болып жүресіз ғой. Екі адам болып өргеде, қырғада, жалпақ тілмен айтқанда смело тартады ғой. Бұл 300 куб және бұда суытқышпен жүреді. Суытқыш масляный охлаждение дейді, маймен суытқыш. Мына жерде байқасаңыздар, осындай радиатор орнатылған. Бұл радиатордың қызметі мотордың ішіндегі май циркуляция арқылы айналып, бір шлангымен радиаторға келеді, желмен су арқылы екінші шлангымен моторға қайттан барады. Яғни моторда май циркуляция болып айналып жүреді, суып айналып отырады. Сондықтан да моторым қызып кетеді деп қорықпай, екі адаммен де жүре бересіздер. Мысалға, ауылдық жердегі адамдарға, балыққа, аңшылыққа баратын кісілерге өте ыңғайлы. Егер де сіз 250 кубты алам ба, 300 кубты алам ба деп ойланып жүрсеңіз, онда мен сізге совет берейін деп айтпай қойын. Сіздің әр адамның, әр клиенттің өзінің айдайтын жері болады. Мысалға, сіздің тұратын жеріңіз таулы, тасты аймақ болатын болса, және сіз өзіңізбен бірге груз, қоржын алып жүретін болсаңыз, онда 300 куб жақсы. Яғни сіздікі сазға или құмда арналған десеңіз, онда 250-дің өзі жарайды деген сияқты ғой. Сондықтан да бізден кеңес сұрасаңыз, біз әрине міндетті түрде қуана-қуана кеңес береміз сіздің айдайтын жеріңізге байланысты. Ал егерде сіз осы мен берген ақпараттан толық ақпарат ала алмадым десеңіз, комментарий бөліміне жазсаңыз болады. Мен осы туралы толық ақпаратты оқып біліп, сіздерге арнайы сіздер үшін видео түсіретін болам. Міне құрметті көрермендер, біз Шымкент қаласына жұмыс сапарымен келсек те, бір шетіне қонақта болып келдік. Енді дәл осы мотоциклдермен Шымкент қаласының әдемі жерлерін аралап, Bamix мотосалонына жол тартайық. Міне құрметті достар, Шымкент қаласында X11 және X44 моделімен қаланың ішінде жүрміз. Бұл мотоциклдерді қай жерден таба алам десеңіздер, Шымкент қаласы Темірлан шоссесінде 214 Б-да орналасқан кезекті Bamix мотосалонымыздың филиалы. Бұл мотосалонымызда эндуралардан
X11, X33, X44 және X55 модельдерін таба аласыздар. Классиктерден барлық түрлері бар. X3, 5, X99 және X88 модельдің кез келген кубы және скутерларымыздан 3 түрлі скутер таба аласыздар. Ал, ішке кіріп көрейік. Осылай мотосалонның ішіне кірсеңіздер, Бейбарыс деген бауырым жүреді, басы қасында жүрген. Осы жігіттен барлық сұрақтар бойынша осы жігітке хабарлассаңыздар болады. Мотоцикл жөнінде және сервис жөнінде. Ал енді жұмыс барысын өзің айтып берсең, Бейбарыс. Ассалаумағалейкум, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары. Міне Ерназар бауырымыз айтып кеткендей, бізде 150 кубтан 300 кубқа дейін мотоциклдің барлық түрі бар. Және де қалаған мопедтеріңіз таба аласыздар біздерден. Тағы да айта кетерлік жағдай, жігіттер, бізде мопедтердің ремонты бар, сервисі. Мопедтердің және мотоциклдердің запчастарын қарасаңыздар, бізден кеп таба аласыздар. Каскалардың сан түрі, майлар, дөңгелектерге деген покрышка, камера барлық түрі бар. Тағы да айта кетейік, адресіміз Темірланский шоссе, Алаш базарының жанында. Міне біздің Шымкент қаласындағы филиалымызға шолуымыз аяқталды. Егер де видеомыз ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк баса кетеміз. Ал келесі қай қаладағы филиалымызға шолу түсіретінімізді бірінші тапқан адамға сыйлығымыз бар. Комментарий бөлімінде міндетті түрде жаза кетіңіз. Өте ыстық, төзу енді мүмкін, қатты мүмкін емес деп айтпай ақ қояйын. Бірақ сонда да Шымкент сіздерге рахмет.